Кейде бізден сенің ағылшын тілі деңгейің қандай деп сұраған кезде нақты бір деңгейді айтуға қиналамыз. Мысалы, егер pre-intermediate деңгейін аяқтадыңыз делік, бірақ сол pre-intermediate деңгейін 100% толық сеніммен білемін деп айтуға күмәнданамыз. Достар, бүгінгі видеода біз сіздермен ағылшын тілі деңгейлері туралы сөйлесеміз, деңгейлердің бір-бірінен айырмашылығы туралы сөйлесетін боламыз. So just English. Жалпы еуропалық концепция бойынша ағылшын тілі 6 деңгейден тұрады. A1, A2, B1, B2 және C1, C2. Оларды негізгі 3 топқа жіктеуге болады: A, B және C. A деңгейі ол beginner, яғни бастапқы деңгей. B деңгейі intermediate, ол дегеніміз орташа, және C деңгейі ол advanced немесе proficiency, ол дегеніміз жоғары деңгей немесе ілгері деңгей. Ағылшын тілі деңгейі бір дағды бойынша ғана анықталмайды. Бірнеше дағдылар тексеріледі. Оның ішіне жатады speaking, сөйлеу, listening, тыңдау, reading, оқу, writing, жазу. Оған қоса грамматика және сөздік қор vocabulary тексеріледі. Бұл дағдылардың барлығы параллельді түрде дами бермейді. Мысалы, сізде грамматика B2 деңгейінде болуы мүмкін, ал сөйлеу немесе тыңдау A2 деңгейінде болуы мүмкін. Немесе керісінше, writing жазу жағынан B1, ал сөздік қор жағынан A2. Бір деңгейден екінші деңгейге өткен кезде, оның алғашқы деңгейін бәрін сапалы, толыққанды өткен дұрыс. Себебі кейбір дағдылар толыққанды қалыптаспаса, онда жоғарғы деңгейде өту қиынға түседі. Мысал ретінде мен өзімді келтіре аламын. Өз басынан өткен бір қателік туралы айтайын. Ағылшын тілін енді үйреніп бастап жатқан кезде мен элементary деңгейін бірнеше рет өттім. Өйткені ол деңгей менде аяқталмай қалған болады. Бір курсқа барам, 1-2 ай оқиын бастаймын. Сосын сабақтар күрделеніп кетеді, немесе каникул басталады да үйге кету керек болып қалады, сөйтіп курстар аяқталмай қалатын. Келесі келген кезде қайтадан элементary деңгейін бастаймын, солай бірнеше рет аяқталмай қалып отырды. Pre-intermediate деңгейінде дәл солай болды. Бір курсқа жазылдым, тағы да аяқталмай қалды. Сосын ойладым, pre-intermediate қайтадан оқымай қояйын, бірден intermediate-қа аттайын деп. Топтық курсқа жазылдым, ойладым, менің тобымда болатын intermediate деңгейіндегі балалар егер жақсы сөйлеп, intermediate деңгейде болса, онда мен де оларға еліктеп тез үйреніп алатын шығармын деп. Бірақ мен сонда қателескен екенмін, өйткені intermediate деңгейіне барғанда мен pre-intermediate деңгейінде оқылмай қалған кейбір тақырыптар бәрібір олар әсер етті. Онда сенімсіздік менде пайда болды. Бір жағынан мен өзім деңгей аттағанды ол кезде ұмытып кеттім. Маған мен өзім білмейтін сияқты, басқаларына қарағанда жай үйренетін сияқты болып көрініп қалды, бірақ барлық мәселе ол деңгей аттап жүргеннен барлық бір деңгейді толық оқымағандықтан туындады. Сондықтан да егерде деңгейді бірінші сапалы оқып алған дұрыс, белгілі бір деңгейді, сосын барып келесіне өткен дұрыс, әйтпесе сенімділікке әсер етеді. Қазір енді әрбір деңгейлерге тоқталайық. A1 деңгейі ең бірінші, ең алғашқы деңгей. A0 деңгейде бар, егер де мектепте неміс тілін оқысаңыз, ағылшын тілінен мүлде 0 болсаңыз, ол A0 деңгейі. Ал A1 деңгейінде ол beginner, онда ең негізгі фразаларды, негізгі тіркестерді білесіз, және өзіңізді таныстыруды білесіз, қарапайым сұрақ қоя аласыз, және басқа адамдармен сөйлесе аласыз. Егер олар жай сөйлесе және төмен деңгейдегі сөздерді қолданып сөйлесе, онда адамдармен сөйлесу, оларды түсінуге болады. Бұл A1 деңгейі бойынша. Ары қарай A2 деңгейі elementary, онда негізгі жиі кездесетін тақырыптарда сөйлесу оңай болады. Мысалы, өзіңіз туралы айта аласыз, хоббиларыңыз туралы, жұмысыңыз туралы айта аласыз, қызығушылықтарыңыз, саяхат туралы, және дүкенге сатып алу, адамдардан жол сұрау, ол элементary деңгейінде болсаңыз, онда осындай тіркестерді, сөйлемдерді айта аласыз. Және өзіңіз туралы жеңіл жеткізе аласыз, қарапайым сөздерді қолданып. Келесі B1. Ол intermediate деңгей, ол орташаның сәл төмендегісі, орташа деңгей десек те болады. Мұнда күтпеген тақырыптар болатын болса, сондай әңгімелерге араласып кете аласыз, және егерде бір ойыңыздағы сөзді құрастыру емес, ол оңай айтылатын болады, naturally. Енді осы орайда қазір сіздерге B1 деңгейіне дейін жетуге байланысты мен өзімнің жасаған курсым туралы айтқым келіп отыр. Ол курс A1, B1 ағылшын деп аталады.
аты аталып тұрғандай A1, A2 және B1 деңгейлері қамтылған. Бұл курста грамматикада қарастырылады, сөздік қорында оқу, reading, writing, жазу, listening, тыңдау және speaking да қарастырылады. Грамматикалық ережелер видео сабақ түрінде берілген. Ол видеолар менің YouTube каналымда жоқ. Осы курсқа арнайы дайындағам. Жалпы аптасына 3 сабақтан ашылады. Егер тақырып күрделі болса және жаттауға сөздер көп болса, аптасына 2 сабақ болады. Және демалыс сайын speaking өтеді. Zoom сабақты speaking өткіземіз. Онда апта бойы оқыған сабақтардың барлығын, яғни грамматика, сөздерді барлығын сол speakingда қолдану керек. Ол сөздер жай орындалып қалатын болса, бекітілмей қалады. Оны жақсылап бекіту үшін speakingді алмасамыз, яғни сөйлесеміз, тақырыптарды практика жасаймыз. Әр Zoom сабақ жазылады. Сондықтан егер Zoom сабаққа қатыса алмай қалған болсаңыз, сабақ жазбасын платформадан көріп ала аласыз. Және Zoom сабақта ойнаған ойындарға да сілтемелер платформада болады. Тапсырмалар түрлері әртүрлі. Andy had a beard and a little moustache. No, he didn't. He had a moustache, but not a beard. Кей тапсырмаларды платформа автоматты түрде тексереді, сіз бірден өзіңіздің жауабыңыздың дұрыс бұрысын біле аласыз. Ал кейбір тапсырмаларды өзім тексеремін және сізге жекеңізге тапсырманың дұрыс бұрысын, қателер болса түзетулермен жазып жіберемін. Сонымен достар, егер де A1, B1 ағылшын курсына тіркелгіңіз келсе, маған жазыңыздар. WhatsApp-қа болсын, Instagram-ға, осында комментарийға да жаза беріңіздер. Ағылшын тілін үйренуді көпке созбаңыздар, сапалы түрде менімен бірге ағылшын тілін үйреніңіздер. Деңгейлер туралы ары қарай жалғастырайық. Сонымен B1 деңгейі ол IELTS бойынша 4-5 балдар аралығында, 4-4,5 балл B1 деңгейін құрайды. Енді ары қарай B2 деңгейі ол Upper Intermediate деп аталады, яғни орташадан сәл жоғары. Ол деңгейде өте керемет деңгей. Мұнда негізгі идеяларды әртүрлі тақырыпта техникалық терминдер болса оңай түсінуге болады, және native speaker, яғни туған тілі ағылшын тілі болып келетін адамдармен де жеңіл сөйлесесіз, жеңіл түсінесіз. Сонымен қатар, егер сұрақтар қойылса, оған naturally, яғни табиғи, оңай, жеңіл, емін-еркін түрде жауап беру бар. Көпшілігі жалпы ағылшын тілін B2 деңгейіне дейін үйренуге мақсат қояды. B2 деңгейі сізде болса, демек, егер оқу, ғылыми зерттеу, немесе шетелде компанияда жұмыс жасау деген болмаса, онда B2 деңгейдің өзі біраз жеткілікті деңгей. Ары қарай C1 деңгейі ол Advanced, IELTS бойынша 7 балл. Онда әртүрлі тақырып бойынша ғылыми терминдерді түсінесіз, ғылыми мақалалар оқуға жеңіл, және соңғысы C2 Proficient, IELTS бойынша ол 8,5-9 балды құрайды, және ол Native Speaker деңгейінде, яғни туған тілі, ағылшын тілі болатын адам деңгейінде, мұнда сөйлесу өте оңай, жеңіл және қатесіз көп жағдайда туған тілі, жалпы ағылшын тілі адам деңгейінде болады. Сонымен достар, бүгінгі видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер де курсқа жазыларыңыз келсе, маған хабарласыңыздар. Деңгейлеріңізді анықтасаңыздар, комментарийге қандай деңгейде екеніңізді жазыңыздар. Сонымен видеоны лайк, каналға тіркелсеңіздер, каналға тіркеліңіздер. Және келесі видеоларды жіберіп болмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі кездескенше, бай!